Сәлем достар, мен сіздерге осындай кнопка қадайтын аппаратпен таныстырғым келіп тұр. Алдымен каналға жазылуды ұмытпаңыз, пайдалы болып жатса лайк басып, комментарий жазып, лүпілдеріңізді баса отырыңыздар. Міне, мен осындай жақында алғанмын, осындай аппаратты. Где-то 11 мың ба, 12 мың ба тұрады. Жалғыз осы аппараттың өзі 11-12 мың ба тұрады примерно, иә. Мен сосын мынандай әрбір кнопкаға әртүрлі осындай насадкасы болады. Бұл әрбір кнопкалардың көлемдері әртүрлі ғой. Сондықтан осындай әрбір өлшемдегі кнопкаға осындай отдельно насадкаларын отдельно сатады. Бұны мен 3,5 мың алдым. Осы бір кнопкаға арналған насадканы осыны мен 3,5 мың теңгеге алдым. Сосын мынандай кнопкалар, осы кнопкаға арналған насадка, жаңағы осындай кнопкаларды мен не байқасаңыздар, мынау қысқалау, мынау ұзындау, иә. Осындай көлемдегі, білмеймін ішінде 100 бола ма, аман бола ма, ұмытып қалдым, санағанда жоқпын. Соны мен 6 мың алдым. Сонда менде где-то 20-21 мыңға шықты осындай кнопкамен. Сосын осындай насадкасы, осының барлығы 20-21 мыңға шықты. Енді қалай қатайту керек, соны көрсететін боламын. Міне, осындай айттым ғой, иә. Осындай насадка болады. Енді қазір мына екеуі бірге жүреді, міне. Осындай, міне, мынаған мынау келеді. Сосын мынау бүйтіп ешқандай орнына тек қоясыздар, бұралмайды ол. Енді мынаған, мынаны қоясыздар, мынандайды. Мына жағын, мына бетін төменге қаратамыз. Осылай тық етіп кіре қалады, ол түспейді, міне. Сосын мына жердегі жоғары жағына бұл уже бұралады. Міне, орнатып алдық, енді кнопкасын матаға бастырамыз. Міне, матаны былай егер теспей орнатсаңыз, ол матаның жан-жағы жиырып қалады. Сондықтан осындай, егер тоже мынандай аппаратқа мен қателеспесем, специально сондай матаны дөңгелек қылып тесетін өзінің насадкалары болады, мындай отдельно. Сондай сатып алсаңыз болады. Болмаса осындай сөгетін біздің өзіміздің құралымыз бар ғой. Соны кішкене ғана осылай тіліп жібересіздер. Осы тілінген жерге жаңағы отырғызасыздар кнопканы. Міне түрде айтайын дегенім, міне, мынау жаңағы қара кнопка сырт жағында тұрады ғой. Сондықтан шатастырып алмаймыз. Маңызды өте. Мынау матаның оң жақ бетін соған былай, мынау оң жағына түсу керек. Сондықтан оң жағын былай төменге қаратамыз. Жоғары жағы бізде сонда сол жақ беті болады. Осылай матамызды басамыз. Міне, орнатылды. Кнопкамыз орнатылды. Енді мына кнопканы орнатып алдық. Негізі жаңағыдай өзінің құралының барлығын сатып алған жақсы ғой. Негізі жаңағы тесетіні болады, иә. Өзінің сосын тағы да неше түрлі маған продавецтің айтқаны общий комплект где-то 60 мыңға шығады деп. Ішінде не бар екенін айтты, мен бірақ онда мынау бар деп көрсетпегесін ол жерде. Себебі в наличии болмай қалды. Мен енді бүткіл тізімге қатысты дүниелердің барлығы, керек дүниелердің барлығы шығар деп ойладым. Енді барлығы 60 мыңға комплект шығады. Жаңағы тесетіні бар, тағы бір қондыратын тағы да өздерінің басқа түрлері болуы мүмкін. Оны мен көзіммен көрмегесін айта алмаймын, енді білмеймін, біліп алып жатсам айта жатармын болашақта. Міне мынаны, мына екі насадкамен біз мынаны орнаттық. Енді осы жерде мен басымнан өткен оқиғаны айтайыншы. Осындай мынандай бір түр, міне екінші түр, сосын міне үшінші, міне төртінші түр. Айырмашылығы бар екеуінде. Мен осы айырмашылықты байқамағанмын. Басына өткен оқиғаны айтып берейін деп тұрмын. Себебі мен өстіп қателескенім бар. Осы аппаратты сатып алатын кезде менде осы аппаратты білетін, көрсететін, қадап көрсететін адамы болмай қалды. Сондықтан маған айтты, басқа продавец, жаңағы ютубта бар, сол жерден қарап аларсыз деп. Жақсы, ютубта болса жарайды дедім да, кетіп қалдым, сатып алдым да. Содан үйге келдім. Мынандай кнопкалардың барлығы бүйтіп бір пакетте оралып жатты. Енді сыртын скотч жасаған. Содан мен ойлағанмын, почему-то қазір көрсетейін. Негізі бізде 4 түрлі болу керек, иә. Ал мен почему-то пакетті дұрыс ашып қарамағанмын. Осындай 3 түрлі деп ойлағанмын. Сосын мына екеуі бірге қатайтылады. Оны мен ютубтан қарадым. Сосын тез көрсетті ма, или мен байқамай қалдым ба білмеймін, почему-то мен мына екеуі осылай бірге осылай түсу керек деп ойладым. Осылай. Екеуі бірде ғой, мына қараңыздаршы, мына екеуі. Сол осылай түседі деп ойладым, білмеймін, неге өйтіп ойладым. Мен тоже мастер-класс қарадым, басқа бір қолданушылардан осындай жасап жатты. Или тез көрсетті ма, или мен дұрыс байқамай қалдым ба білмедім. Сол енді сіздерге көрсетіп жатқаным осындай 4 түрлі болады. Міне, біреуі ұзын, біреуі қысқа, міне, вообще басқаша негізі. Сонымен енді мынаны арқалап барып, мынау что-то дұрыс сатпаған ғой маған деп, барып мынау істемейді деп барсам, сөйтіп пакетті ашып қарап, сіз даже ашпапсыз ғой мынаны деп ішінде қалып қойған ғой. Енді быжнап жатады ғой, енді бір пакеттің ішінде толып жатады. Мен содан байқамай қалғанмын, 4-ші виді бар екенін. Сол міне осындай болады. Қазір көрсетемін. Осы екеуінің насадкасы мыналар, міне, мыналар. Мына астында тұрады, үстіне қатайтылады. Мына ұзыны,
именно мына ұзыны мынаға міне киіледі осылай. Сосын мына орнына қоя қоясыздар. Ал мынау міне мынау міне бүйтіп түспейді. Салып жіберсеңіз міне осылай жоғарғысына бұралады. Сосын қатты тілініп кетті. Кілгенде абай болыңыздар. Қатты тіліп кетсе де болмайды. Мен көбінесе осылай қолданып жүрмін. Енді пока менде ондай тесік жасайтын менде аппарат жоқ. Так. Енді тағы бір көрсетіп жіберейін. Міне бүйтіп қарайсыздар. Мынау былай жабылу керек болса, жаңағы былай жабылу керек болса, мынау жаңағы мынау былай түсу керек. Мына сырт жағынан түсу керек. Мынаған қатайтылатыны осы. Қысқа түрі. Сондықтан біз қазір осылай көреміз да, басамыз. Міне, сыртында тұратын болса, мынау ішінде болады. Міне осылай. Енді мен мына аппаратты алмас бұрын Алиэкспресстен міне осындай түрін алған болатынмын. Көп уақытқа дейін осыны қолдандым. Жаңағы епкінің несіне, мысалы, белгілікіне болады ғой, білгек салу керек болады. Сондай кездерде удобный. Мынаны алмас бұрын мен көп уақыт мынаны қолдандым. Алиэкспресстен заказ бердім. Міне тоже осылай орнатылады. Егер мынандай алатын болсаңыздар, мен енді точно білмеймін, бірақ енді продавецтердің айтқаны енді дұрыс шығар. Енді қолыммен ұстап көрмегесін уверен айта алмай тұрмын. Сіздердің енді опыттарыңыз болса, жаза кетіңіздер комментарийға. Мынаның да осындай насадкілері болады екен. Пластиковый кнопкалар керек болса, міне осындай тоже отдельно насадкасын сатып ала қоясыз да, аппаратты алмайсыз. Сосын мынандай кнопкаларын отдельно сатылады. Соны сатып алып, насадкасын алып, мысалы, ол кезде мындай даже қажет болмайды. Бірден осындай алған тиімдірек деп ойлаймын. Пайдалы болып жатса, лайк басып, комментарий жазып, өз ойларыңызды білдіруді ұмытпаңыздар. Соңына дейін болғаныңыз үшін рахмет.